Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Сытқазықызы. Бүгін сіздермен ЗПРР туралы сөйлесетін боламыз. ЗПРР дегеніміз не? Қай кезде қойылады? Аутизмнан айырмашылығы қандай? Егер сондай диагноз қойылған болатын болса, баламен қалай жұмыс жасаймыз? Осы туралы айтатын боламыз. Алдымен мен каналымнан пайдалы мәліметтен қалып қалмас үшін тіркеліп алыңыздар. ЗПРР дегеніміз ол задержка психоречевого развития дейді, яғни орысша айтқан кезде немесе баланың психикалық және сөйлеу жағынан артта қалуы. ЗПРР диагнозы қазіргі таңда өте жиі кездесіп жатыр. Енді ол осы біздің 21 ғасырдың жаңағыдай дамуына байланысты, телевизор, гаджеттардың пайда болуына байланысты және ата-аналардың көп уақытты жұмыста өткізуіне байланысты, баламен контактының, сөйлесудің, ойнаудың, балаға көңіл бөлудің аздығынан осындай патологиялар бізде жиіленіп жатыр. Сондықтан ЗПРР деген диагноз қойылатын болса, ата-аналар шошымау керек, қорықпау керек, ол диагнозды қабылдау керек және ол диагнозбен күресіп бастау керек. Яғни ЗПРР дегеніміз ол бала психикалық жағынан және сөйлеу жағынан өз жасынан артта қалады. Ол көбінесе темповый ЗПРР болады, яғни темповая задержка развития дейді. Яғни өз жасынан басқа балалардан қарағанда сәл кешірек дамиды. Бірақ ол ЗПРР дегеніміз ол аутизм деген сөз емес. Аутизм деген бөлек ауру, ЗПРР деген бөлек ауру. Яғни ЗПРР мен ауыратын балалар көбінесе 5-6 жасқа дейін қалыпты өзінің жасындағы балаларды қуып жетіп, дамып, өз қатарларынан қалмай дамып кетеді көп жағдайларда. Енді егер 7-8 жасқа дейін біз балаға уақыт береміз толығымен дамуына, егер 8 жастан асып жатқан жағдайда біз уже ол диагнозды толық қоямыз. Уже задержка психического развития деп, психоречевого развития деп. Диагноз негізі қойылады, бірақ негізі баланың оқу жағынан, жаңағыдай мектепке бару жағынан, ешқандай қарым-қатынас жағынан шектеу қойылмайды. Яғни балаға коррекциялық жаттығулар жасалады, коррекциялық орталықтарға барып, балалар логопедтермен, психологтармен, жаңағыдай дефектологтармен жұмыс жасайды. Және де баланың енді логопед, психолог, дефектолог деген аптасына ары кетсе 3 рет айналысады. Ал басқа уақыттың барлығында бала ата-анасымен жаңағыдай болу керек. Немесе бұндай балалар жаңағыдай балабақшаға барғандар дұрыс. Яғни балабақшада өзімен қатарластармен бірге ойнайды, бірге сөйлеседі. Сол жақта қазір жақсы балабақшаларда әртүрлі ойындар береді, әртүрлі дамитын жаттығулар жасайды, оның бәрі балаға оң әсер етеді. Сондықтан күнделікті балабақшаға барады, балабақшадан келгеннен кейін ата-анасы кем дегенде 20 минут бөліп, баланың деңгейіне түсіп, баламен бірге сөйлесіп, хал жағдайын сұрап, қандай да бір сұрақтар қойып, жаңағыдай егер ойындар болса ойындар ойнап, жаңағыдай логопедиялық жаттығуларды үйге тапсырма ретінде логопедтер берген кезде соны бірге орындап, баланың ұсақ моторикасын дамытып, яғни ұсақ моторика дегеніміз ол яғни саусақтың ұшымен көп жұмыс істеу керек. Оған құммен ойнап, пластилинмен бір нәрсе жасап, немесе басқа да сурет салып, саусақпен жаңағыдай гуаштармен сурет салып, ол нәрсенің барлығын жаңағыдай комментировать етіп, яғни оны түсіндіріп айтып, баланың зейінін өзіне қарай хотя бы 20 минут бір күнде жаңағыдай зейін аудару керек. Егер баланы уақытылы диагностикалап, егер осы диагнозды ертерек біліп, жаңағыдай ертерек жаттығуларды бастайтын болса, бала тез арада өзінің жастарына қауып жетіп алады. Сөйтіп қалыпты мектепке барады, қалыпты жаңағыдай дамиды, қалыпты жаңағыдай кәдімгі ер азамат, әйел азаматы болып тәрбиеленіп шығады.
Сондықтан бұл диагнозды бірінші естіген кезде қорықпау керек, қабылдау керек және максимально жұмыс жасау керек. Бұл диагноз қазір өте көп. Ол сіздерде ғана емес, барлық жұмыс істейтін, барлық жаңағыдай уақыт тапшы ата-аналардың барлығында бұл диагноз кездесіп жатыр. Даже үйінде жаңағыдай садикке жаңағыдай ешқайда бармай үйінде тәрбиеленіп отырған балалардың ішінде де кездесіп жатыр. Өйткені бала көбіне немен уақыт өткізеді? Телевизордың алдында немесе гаджеттардың алдында. Сондықтан бұндай балаларға телевизор, гаджетті 15-20 минуттан артық беруге болмайды. Және де мүмкіндік болғанынша мүлдем бермеген дұрыс. Егер даже көрсеткен күннің өзінде бұндай мультфильмдер болсын, жаңағыдай бағдарламалар болсын, анық, егер қазақ тілінде сөйлегілеріңіз келсе, қазақша семьяда тәрбиеленген болса, таза қазақша болу керек, анық тілде сөйлеу керек бұл мультфильмдер. Және де егер жаңағыдай орысша тәрбиеленіп жатқан бала болатын болса, таза орысша болу керек, чтобы баланың миында жаңағыдай шатасу болмас үшін, балаға жеңіл қабылдау үшін. Бір тілде жақсылап сөйлеп үйренгеннен кейін уже екінші тілде де қосымша үйретсеңіздер болады. Енді осы мәлімет пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, астына комментарияңыз жазып, және жақындарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Қош сау болыңыздар.